Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Назым Оңғарбаевна. Бүгін мен сіздерге жасанды интеллектінің көмегімен бірер минуттың ішінде дайын қымыжыларыңызды құрып беретін сайтпен таныстырғалы отырмын. Ол үшін біз өзіміздің әдеттегідей браузерімізға кіреміз, өзіміздің Google аккаунтымызға кіреміз, іздеу жолағына ChatGPT деп жазамыз. Енді бұл барлықтарыңызға мәлім. ChatGPT-ді қазір барлығы біледі, ChatGPT деп жазып шыққан бірінші сілтемеге кіреміз. chatgpt.com деген сілтемеге кіреміз. Сілтемеге өткеннен кейін бұл жерде сіздерге бірінші жаңағындай тіркелу жұмысын сұрайды. Болмаса егер тіркелген болсаңыздар, кірулеріңізді сұрайды. Мен алдында бұл сайтқа кіргенмін, видео түсірген болатынмын. Енді мен сіздерге қазір тағы да вайт қылдырып, өзімнің аккаунтымнан кіріп көрсетемін. Ал енді сіздер бірінші рет кіріп тұрсаңыздар, онда регистрацияны өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы таңдап, тіркеліп алсаңыздар болады. Мінекей мен осы аккаунтпен продолжить Google деп басамыз. Мінекей болды. Біздің ChatGPT-дің беті ашылды. Енді осы жерге сіздер кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал бүгінгі менің сіздерге көрсетем деп отырған сұрағым, ол қымыжыны жасау жолы. Ол үшін, қымыжыны жасау үшін бізге стандарт бойынша Қазақстан Республикасында қолдану жүрген қымыжының шаблоны қажет болады. Мінекей, мен бұл шаблонды Telegram каналыма жүктеп қоямын. Сол жерден алсаңыздар да болады. Қысқа мерзімді шаблон. Қысқа мерзімді жоспардың үлгісі шаблон деп айтамыз. Енді осы шаблонды біз қазір ChatGPT-ға жүктеу арқылы оған тапсырма беретін боламыз. Мына жерде, мына бетінде осындай скрепканың суреті тұрады. Осыны басамыз. Загрузить с компьютера дегенді таңдаймыз. Жұмыс үстелінде мен PNG форматында жаңағы қымыжы шаблонның суретін жасап қойдым. Осыны ашамыз. Және ChatGPT-ға сұрағымызды нақты, анық қоятын боламыз. Мен суретім жүктелуде болып тұр. Қазір мен сұрағымды жаза берейін. Мен алдында сіздерге көрсету үшін басқа аккаунтымнан кіріп, сұрақтарды қойып, сіздерге дайындаған болатынмын видеомды. Енді осы сұрақтарды алып, қазір сіздермен бөлісетін боламын. Мінекей осы үлгі бойынша 5-ші сынып информатика пәнінен ақпаратты ұсыну тақырыбына қымыжы құр. Дәл осы сұрақты өз пәндеріңізге не удалось. Тағы да. Дәл осы сұрақты өз пәндеріңізге ауыстырып, тақырыптарыңызды жазып, қымыжы құр деп, нақты сұрақтарыңызды қойып жазуға болады. Ал ендеше көрейік. Осы үлгі бойынша 5-ші сынып информатика пәніне ақпаратты ұсыну тақырыбына қымыжы құр. Және біз шаблон үлгісін бердік. Осы үлгі бойынша жасап береді бізге қазір. Міне сіздің сұрауыңыз бойынша 5-ші сыныптың информатика пәніне ақпаратты ұсыну тақырыбына арналған қысқа мерзімді жоспар қымыжысы дейді. Мінекей біздің қымыжымыз дайын болды. Негізі басында графикамен бастап келе жатып, кестемен аяқ жағын жай сөзбен аяқтап жіберді. Енді бұл жерде негізінде мінекей сабақтың басы 10 минут уақытын берген, ұйымдастыруы, оқушыларды жинақтау, сабақтың мақсатын таныстыру, оқушының әрекеті, бағалау және ресурстарды дайындап берді. Бізге сабақтың ортасы
11 минуттан 40 минутқа дейін қандай сабақтың ортасы болады. Практикалық тапсырма дейді. Берілген мәліметтер түрлерге бөлу, мәтінді графикалық бейнелік мәліметтермен жұмыс жаз деп жалпы бізге беріп тұр. Тапсырманы орындап нәтижені талқылау деген сияқты бізге жаңағындай ұсыныстарды беріп тұр. Енді мен мына жерде мысалы алдында сіздерге дайындаған немде ChatGPT маған осылай жасап берген болатын. Бұл жерде менде ақпаратты ұсыну деген тақырыбым болды. Ол маған осындай кестемен жасап берді мінекей. Қысқа мерзімді ақпарат, қысқа мерзімді жоспар. 5-ші сынып осылай құрып берді. Мінекей мен енді бір IP-ден әртүрлі аккаунт болса да бір компьютерден кіріп отқаннан кейін маған ChatGPT әр жақтағы тапсырманы қысқартып берді. Енді қараңыздар, сабақтың барысында 10 минут ұйымдастыру кезеңі, сәлемдесу дейді, жақсы көңіл күй, бейне слайдтар, интерактивті тақта. Сабақтың ортасы 40 минут, материалдарды зерттеу, сергіту сәті, бекіту дейді. Берілген материалдарды талқылау, сұрақтарға жауап беру, түсінуді тексеру, сұрақтар. Яғни бұл жерде бізге ChatGPT атқарылатын әрекеттерді, оқушының және педагогтың әрекеттерін жазып берді. Енді осы әрекеттерге байланысты біз әрі қарай ChatGPT-дан сұрайтын боламыз. Мысалы қараңыздар. Одан кейін мен оған ақпаратты ұсыну, осы үлгі бойынша ақпаратты ұсыну 5-ші сынып қымыжы жасап бер деп тағы да бердім. Ол маған тағы да қосып, егер ұнамаса тағы да жасатқызуларыңызға беруге болады. Ол маған осылай жасап берді. Сосын мен тағы сұрақ қойдым. Информатика 5-ші сынып робосумма тақырыбына қандай көрнекілік қолданған дұрыс? Яғни осы сұрақты жазып мен одан сұрадым. Ол маған осындай роботтың жаңағы сумма тақырыбына түсіндіру үшін келесі көрнекіліктерді қолданған дұрыс деп маған ұсыныстарын айтты. Роботтың макеттері, бейнероликтер, робосумма жарысының бейнероликтері арқылы оқушыларға нақты мысалдар көрсету дейді. Слайд презентация, интерактивті тақта, жарыс алаңының үлгісі, бағдарламалау интерфейсі деген сияқты ұсыныстарды берді. Бұл ұсыныстардан кейін мен тағы да информатика 5-ші сынып робосумма тақырыбына қандай платформалық жұмыс қолданған дұрыс деп тағы да сұрадым. Негізі ChatGPT мен өзіңіздің керек нәрсеңізді сұрақ қойып сұрай берсеңіздер болады. ChatGPT барынша сізге көмектесіп жауап береді. 5-ші сыныпқа осындай платформалық қандай жұмыстарды қолданған дұрыс дедім. Ол маған Lego Mindstreams, Vex Robotics, Arduino, Robo және Mbot, Tetrix деген платформаларды ұсынды. Кейін тағы да компьютердің даму тарихы басқа тақырыпты алып, тағы да ChatGPT-ға сұрақ қойдым. Компьютердің даму тарихы тақырыбына қандай платформалық жұмыс қолдансам болады? Осы тақырыпты қазір мен осыны алып, қайттан басқа аккаунтымнан қойып сіздерге көрсетейін. Мінекей напишите дейді. Енді мынаны жауып, біз ChatGPT-ға қайтадан тапсырма береміз. Ол бізге ойланып жауап береді. Әр жерде, әр қалай, жауаптары бір-біріне ұқсас емес. Маған қазір мына жерде мінекей әлі де беріп жатыр. Қараңыздар, сұрағым болды. Компьютердің даму тарихы тақырыбына қандай платформалық жұмыс қолдансам болады? Интерактивті таймлайн дейді платформасы. Canva, PowerPoint, квиз немесе викторина дейді. Компьютер тарихы бойынша қысқа сұрақтардан викторина жасаңыз. Мысалы, алғашқы компьютердің атауы деген сияқты. Мысалы, квиз немесе викториналық платформаларды ұсынып отыр. Виртуалды экскурсия Google Earth арқылы дейді.
постер немесе презентация дайындау, мәліметтер жинау, таныстыру, Padlet, Trello арқылы дейді. Animaker, Powtoon сияқты анимация немесе бейне жасау платформаларын ұсынып отыр. Scratch, ойын құру ортасы, форум дискуссия Google Classroom немесе Microsoft Teams арқылы дейді. Енді осындай ұсыныстарды алғаннан кейін біз әрине мысалы Padlet жайында егер осы бізге ұнайтын болса, осы платформа маған келеді сабағыма деген болсақ, осы платформаны біз басқа желіден тағы да іздеп жасалу жолымен танысып қолданатын боласыздар. Ал енді ChatGPT-ға тағы да осындай сұрақ қояйық. ChatGPT-мен негізі көп нәрсені жасауға болады. Жаңағы қымыжыны бастадық, енді қымыжымыздың тақырыбын нақты шаблонын беріп жасасаңыздар тақырыппен, онда сіздерге өте жақсы сондай қымыжыны жасап береді. Қымыжыны жасағаннан кейін о жерде де біраз өзгертулер енгізу керек болады. Негізі сізге құрып береді әрекеттерін ғана. Енді сіз сол әрекеттерді жаңағы платформаларды қойып жасайтын бәрі қарай жасап жетілдіріп өзімізге керегін жасап алатын боламыз. Енді тағы ChatGPT-де де бір айта кететіні, ол мысалы суреттерді, өзіңізге керек суретті шығарып береді. Мен жаңа мысалы мынандай тапсырма берілді ChatGPT-ға. Ең соңында Қазақстанның туын оң жақ қолына ұстаған адам роботтың суретін құр дедік. Енді ChatGPT бір құрған суретті қайта-қайта құрмайды, соны тексеріп көрейік, қараңыздар. Біріншісінде маған осындай әдемі суретті құрастырып берді. Енді келесі басқа аккаунттан тағы сол сұрақты қойып тексеріп көрейік. Қазақстанның туын оң жақ қолына ұстаған адам роботтың суретін құр. Маған осындай ешқай жерде жоқ суретті құрастырып берді. Енді бұл суретті өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Мінекей мынау шетінде тұрған батырманы басып, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, менің арнама тіркеліп, лайк басып, әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Телеграм каналым менің профилімде де бар, инста парақшамның бетінде де бар. Сол жерге қымыжының шаблонын саламын, керектеріңізге жарасын. Сау